Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай, әрі үйдегі бар затпен жасалатын пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды осылай шағып аламыз. Шағып болған екен, артынша қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып отырамыз. Кішкене қанты ергенше жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болдық, міне. Енді бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құятын боламыз. Құйып болған екен, біркелкі маса шыққанша оны да араластырып аламыз. Араластырып болдық, енді үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Осылай сұйық майымызды құйып аламыз, біріккенше тағы да араластырамыз. Артынша ұнымызды ситадан өткізіп, 3-4 бөлікке бөліп салып аламыз. Осылай ситадан өткізіп саламыз. Жасалу өте оңай пирог. Жасап көріңіздер. Толық рецептісін мен описание бөліміне қалдырып кетемін. Міне ұнымызды салып болдық, енді жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін разахителімізді қосамыз және ванилинімізді қосамыз. Қосып болғаннан кейін тағы да бірігу үшін жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса болып шығу керек. Осы массамызды енді кольцомызға немесе формамызға құйып аламыз әдемілеп. Менде осындай кольцо, сіздер кәдімгі формаға құйып алсаңыздар да болады. Осындай пергамент қағазын қойдым астына. Ақырындап құйып аламыз. Қорқпай жасай берсеңіз де болады. Жасалу өте оңай, жаны да жабысып қалмайтын пирог. Астындағы қағазы да еш қиындықсыз алынады. Міне құйып болдық, енді ауасын шығару үшін осылай сіркіп аламыз 1-2 рет. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді формасынан ажыратып аламыз. Ешқандай да жабыспайды шеті. Өте әдемі болып шығады. Астындағы қағазы да жабыспайды. Қолдарыңызбен кәдімгідей алып тастайсыздар. Міне осылай жабыспайды да. Уайымдамай ала берсеңіздер болады. Алып алдық, енді бетіне сахарный пудра себесіз или қалауыңызша безендірсеңіздер болады. Пирогтың жасалу өте оңай, жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Өте дәмді пирог, жасап көріңіз. Үйдегі бар затпен жасалатын пирогтың бірі. Қараңыздар, міне өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Ас болсын, сіздермен болған Динара.